Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Футбол жанкейлерінің ең сүйікті турнирі Чемпиондар Лигасы оралып, көпшіліктеріңіз матчерге шолу жасауымызды өтінген болатынсыздар. Кеше түнде Ливерпуль мен ПСЖ келесі турға бір қадам жақындасы, бүгін түнде Боруссия мен Порту төрттік финалға сенімді бір қадам басты. 1-8 финалдың алғашқы 4 ойыны несімен есте қалды. Жауапты ойындарда кім ұтады? Бүгінгі бейнероликте осы сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Венгрия астанасында өткен алғашқы Лейпциг-Ливерпуль матчінен бастасақ, немістерде ағылшындарда өте тартысты дуэль өткізді. Лейпциг көптеген параметрлер бойынша клубтың жігіттерінен есе жіберсе де, сәт сайын Алисонның қақпасын мазалап отырды. Ал өте құбылмалы ойын өрнегін көрсетіп жүрген сайтықтар сондай бір керемет тактика мен системаның арқасында ұтты деп айту қиын. Кешегі матчке дейін клубтың командасы Лестерден ойсырататылды. Оның алдында Ситиден ойсырататылды, ал оның алдында 15-ші орында тұрған Брайтонге есе жіберді. Ливерпуль қазір өте үлкен дағдарыста, психологиялық моральды тұрғыдан физикалық әлсіздікте байқалады және де ойыншылардың жарақаты тағы бар. Бірақта нақты кешегі матчте Юрген сондай бір тактика немесе әдіс құрамай әдеттегі нәтижелі ауыл футболын көрсетті. Ағылшындар допты Мане мен Салахқа шығара беруді тоқтатпай соларға ғана үміттенді. Ал өз алаңында ойнамаған немістер Пушкаш аренаны жерсінбеді ме 90 минутта қайта қателіктерге жол беріп, нәтижесінде Салах пен Манені жіберіп алды. Жауапты ойын өте тартысты өтіп, тіпті Юлиан Нагельсман тізгіндеген жігіттер камбэк жасап кетулері де ғажап емес. Себебі қазіргі Ливерпульге тек сәттілік пен клубтың ерекше интеллекті көмектесуде. Десе де жауапты ойын бақандай бір айдан кейін өтеді, ал ол кезге дейін ағылшындар амалын тауып дағдарыстан шығулары да мүмкін. Осыдан 2 апта бұрын төрттік финалға қатысты шығарған болжамымызды ПСЖ-да аздаған басымдылық барын айтып, француздықтарды фаворит деген едік. Алайда кешегі ойында ПСЖ фаворит түгіл, Лига 1-дің аутсайдерін ұтқандай болды. Барселонада дәл қазір проблемалар өте көп және оларды әр болжамда, әр шолуда қайталай берудің қажеті жоқ. Куман олардың шешімін бірте-бірте тауып жүрсе де, оларды тағы бір проблеманың басы шығайын деп тұрған сияқты. Каталондықтардан соңғы 3 ойынын алсақ та, жалпы биылғы маусымда алсақ та, нақты мықты клубтарға қарсы Барселона қарсыластық таныту түгілі қолынан келетінін іске асыра алмайды. Барса биыл Атлетикодан ұтылды, Реалдан ұтылды, Ювентустен, Севильядан, енді міне ПСЖ-дан. Қойылатын жалғыз сұрақ әрине неліктен? Сұрақтан бір ғана жауабы өте қарапайым. Барсаға дәл қазір физика өте қатты жетіспейді. Егер Гранада, Алавес, Бетис бұнымен күресе алмаса, гранттарға қарсыластың физикалық әлсіздігі үлкен мүмкіндік. Бұны дәл сол Атлетико, Реал, Юве және де кеше түнде ПСЖ қолданды. Қазіргі париждіктер 2 апта бұрынғы бейнероликте айтқанымда 2017 жылғы жартылай ғана мықты құрам емес, 100% топ деңгейдегі ойыншылардан тұрады. Матчке тіпті Неймар мен Ди Мария қатыспаса да, Икарди, Мойзе Кин, Паредес сынды таланттар осындай әрі нәтиже келе білді. Ал әлгі екеуі болғанда, бәлкім ПСЖ 4 голмен шектелмес пе еді. Барсадан біраз ойыншы жарақат алса да, Пике жартылай ойын деңгейін көрсетсе де, Блауграна клубтың жеңілісіне бірнеше бапкерлік шешімнің әсері де тиді. Соның бірі Почеттино, Пикенің жарақатын, Лангленің нашар ойынын ескере, Неймар мен Ди Мария болмаған соң, схеманы, тактиканы өзгертіп бастық атырмай, жай ғана екеуіне қарсы 2-9-дықты нақтырақ дәл сол Икарди мен Мойзе Кинді шығарды. Екі форвардқа қарсы алданған Пике мен Лангленің бар назары екеуінде ғана болса, Мбаппе тынық мұхитының аумағында кеңістікке ие болды. Килианға жауап берген байғұс Сержиньо Дестке тағы да дәл сол физика жетіспеді. Барселонаның тактикасын талқылаған бейнероликте айтқан сөздерімді тағы да қайталаймын. Месси сияқты пешоходтар, ардагерлер клубтан кетіп команданы сүйегі өзгермейінше, Барса дәл осылай Ювентустен, ПСЖ-дан, Бавариядан, Ливерпульден ұтыла беретін болады. Бірақ та әр заттың жақсы жағында көре білу керек. Мәселен, Куман аздап болса да академия ойыншыларына жас таланттарға ойын практикасын бөлуде. Ал бұндай философия бірден болмаса да нәтижесін бәрібір береді. Но это не точно. Сондықтан Барса жанкейлері үміттерін үзбесін. Жауапты матчте фаворит мен үшін бәрібір ПСЖ. Бәлкін болграндықтар аздаған басымдықпен ұтар, немесе тең нәтиже болар. Алайда камбэк болатынына өте қатты күмәнім бар.
Ал енді бүгін түнде өткен ойындарға келсек, Порту өз алаңында Туриндық Ювентусты тізе бүктірді. Португалдық команда екінші нөмірмен ойнап, екі есе аз соққы бағыттаса да қарсыласқа жоғары прессинг әсерінен қысым түсіріп, қателесуін күтті. Ювентус көп күттіртпей небәрі екінші минутте Бентанкур өрескел қателікке барды. Десе де нақты бұл эпизодта уругвайлық ойыншыны ғана кінәлау дұрыс болмас. Себебі біріншіден туриндықтар Португалдық клубтың жоғары прессингін көрсе де, допты тез арада қалай болса да қақпадан алыстатудың орнына қақпашы арқылы тики-така ойнатуды шешті. Ал бұл Италияның А сериясы емес, Чемпиондар лигасы достар. Бірінші гол нақтырақ қарсылас соқса да, автогол сияқты жағдай Ювентуске мүлде әсер етпеді. Туриндықтар тез арада жағдайды қалыпқа келтірудің орнына қателесулерін тоқтатпады. Муса Мареганың голынан кейін кешегі Барса пассажының оқиғасы қайталанама деген ой келсе де, Федерико Кезо келесі ойындағы камбэкке деген үмітті сөндірмеді. Өткен жылы Ювентус алғашқы ойында Леоннан дәл осылай аздаған басымдылықпен ғана атылса да, жауапты ойында нәтижені өзгерте алмады. Алайда ол жерде Маурисио Сарри болды, сондықтан бәрі енді Пирлоның қолында. Және де Испанияда өткен Севилья Дортмунд ойыны жайлы көп айтудың қажеті болмас. Ішкі чемпионаттағы нәтижелерге қарамастан, Дортмундта Севильяда кеше өте тартысты тең ойын көрсете білді. Десе де командалардың матчтегі сипатын айтсақ, Дортмунд әрине футболшыларының деңгейі жағынан әлде қайда басым. Эрлинг Холланд, Санчо, Рой және тағы басқалары. Ал Севилья әдеттегідей орта деңгейдегі таланттардан командалық баланс қалыптастырды. Кеше дәл солай немістердің голдары жеке топ ойыншылардан индивидуалды белсенділіктері болса, Севильяның голдары командалық белсенділік салдарынан келді. Жауапты матчке фаворит меніңше әлі де Боруссия. Қонақта соққан 3 голға Чемпиондар лигасының көзқарасы қандай екенін барлығы біледі. Десе де бұл өмірде барлығы мүмкін. Басқа да матчтерге жасаған болжам талдауларымызды дәл осы бейнероликтен төмендегі сілтеме арқылы өтіп тамашалаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.